сәлем, сіздермен жол болғыш Илья, және бұл 100-6 кітап Эрих Фромм. Бұл қазақша қысқаша шолулар. Осы жыл мен өзіме 100 кітап оқуға мақсат қойдым. Және бүкіл шолуларды 100 кітап 2024 деген плейлистқа сақтап қойдым. Сондықтан профильға кіріп, басқа да кітаптарға шолуларды қарасаңыздар болады. Егер ұнаса лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпайық. Ендеше бастайық қысқаша шолуымызды. Бұл кітап әйтеуір қолымда бар, өйткені оны маған жаңа жылға группаласым сыйлаған болатын. Бұрыннан бері негізі оқығым келіп жүрген кітаптардың бірі, өйткені танымал кітаптардың бірі. Ешқашан осыған дейін Эрих Фроммды оқымадым. Бұл осы автордың мен алғашқы кітабы. Көбінесе негізі мен классикама бір қалай айтса болады, әдеби кітап, әдеби шығарма деп ойладым негізі. Бірақ ол психологияға жақын кітап болып шықты. Шамамен Зигмунд Фрейдтің «Введение в психоанализ» деген сияқты кітабының жанрына ұқсас. Өйткені Фрейдтің теорияларын, кейбіреулерін талқылайтын болады осы автор өзінің кітабында. Бұл кітап не туралы десеңіздер, аты айтып тұрғандай искусство любить, яғни адамды және тек адамды емес, кез келген нәрсені, әлемді жақсы көру сезімі туралы жазылған. Және бұл жерде бұл жақсы көру ол сезім сияқты емес, ғылым ретінде қарастырылған. Автордың көзқарасы бойынша адамды немесе адамды жақсы көру үшін, басқа адамдарды жақсы көру үшін алдымен сен өзіңді өзің жақсы көру керексің, содан кейін ғана басқа адамдарды солай жақсы көресің деп айтады. Өйткені өзін өзі жақсы көрмеген адам басқа адамдарды жақсы көре алмайды дейді. Және егер сен бақытты болсаң, сенің жақсы көретін адамдарың да бақытты болады деген идеяны алдым осы кітаптан. Сонымен қатар бұл кітапта махаббат сезімі ол жай ғана сезім емес, ол мысалы сіздің қоршаған ортамен, адамдарға, табиғатқа, заттарға деген махаббатыңыз, жүрегіңіз ашық болу үшін, ол үшін жұмыстану керек деп айтады. Өйткені ол жайдан жай аспаннан түсе салатын нәрсе емес дейді. Сондықтан бұл кітапты енді өздеріңіз қараңыздар, оқимын десеңіздер, негізі қызық кітаптардың бірі. «Введение в психоанализ» Зигмунд Фрейдтің кітабымен қатар оқығаныңыз дұрыс деп ойлаймын. Қатар дегенде бірінші мынаны, сосын ананы, немесе ананы, сосын мынаны. Өйткені бұл кітапта сол Фрейдтің кейбір теориялары туралы айтады. Және Фрейд махаббатқа тек қалай айтса болады, нақты бір сезімсіз нәрсеге қарайтын болса, бұл кітапта кішкене махаббатқа сезім жағынан қарайды, бірақ дегенмен де ғылыми жағынан көзқарас көбірек жазылған деп ойлаймын. Сондықтан осындай қызық кітап мені негізі қалай айтса болады, ожиданием басқа болды, бірақ өмірде басқа кітап екен. Дегенмен де оқығаныма өкінбеймін деп кітаптарды айтатын болсам, онша қатты ұнамады деген сөз. Солай. Бірақ Эрих Фроммның басқа да кітаптары бар. Сондықтан бұл авторға тағы бір шанс беріп көремін. Негізі ойладым, бұл автор классика жазады, сондай. Бірақ психология деп ойламадым. Сосын аты да искусство любить бір ғашықтар туралы деп ойладым негізі. Бірақ ол шынымен осы махаббатты кәдімгідей мысалы бір нәрседе шеберлік танытқыңыз келсе, шебер болғыңыз келсе, сол нәрсе үшін сіз жаттықтырып, қолыңызды жаттықтырып, миыңызды жаттықтырып, сол нәрсе туралы көбірек біліп, солай өзіңіздің біліміңізді және деңгейіңізді жетілдіре бересіз ғой. Сол сияқты махаббатта да сөйту керек деген идеяны қозғайтын кітаптардың бірі. Менің ойымша қазіргі заманға өте сай кітаптардың бірі. Өйткені шынымен егер сіз айтатында, мысалы, сіз көбінді ойлайды, мені жақсы көру керек деп, ол эгоизм деп. Егер сені жақсы көру керек болса, сен бүкіл әлемді де жақсы көру керексің. Сонда ғана сен, қалай айтса болады, махаббат үшін жұмыс істеп, махаббат үшін жұмыс істеп, сол махаббатқа лайықты адамдардың бірі боласың. Өйткені сен өзің басқалардан ол махаббатты күтпей, жүрегіңді ашып, махаббатыңды бүкіл әлемге төгесің дегендей. Міне, осындай кітаптардың бірі. Егер ұнаса лайк басуды ұмытпаймыз, және оқыған адамдар болса, комментарийға өз ойларыңызды жазыңыздар. Сіздерге қалай болды, ұнады ма? Осымен мен қысқаша шолуым аяқталды. Бірге болғандарыңыз үшін рахмет, назарларыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар. Сіздерге тек сәттілік тілеймін.